Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бізде бүгін жаңа тақырып дүниежүзі тарихынан тақырыпты жазып аламыз. Так. Неліктен Мұстафа Кемалды Ататүрік деп атады? Бізде бүгін сол тақырып жазып аламыз тақырыпты. Жалпы жоспар бойынша Түркиядағы ұлт азаттық қозғалыс 1918-1920 жылдар аралығында болады. Мұстафа Кемал Паша Ататүрік және оның қызметі бойынша танысып кетеміз бүгін. Және кеңес түрік келісімшарты және оның маңызы, Кемал Ататүріктің сыртқы саясаты және екінші дүниежүзілік соғыста Түркия 1909 жылы. Жалпы Мұстафа Кемал Ататүрік дегеніміз кім? Және оның қызметі қандай болды? Тәуелсіздікке қол жеткізу 1922 жылы қыркүйек айында құқық қорғау қоғамы саяси ұйымға айналып, халық партиясы деп аталады. Бұл жұмыс Түркияның этникалық шекараларын, тәуелсіздігі мен егемендігін сақтау, шет елдердің экономикалық және бақылау жүйесін жою істері атқарылды. 1922 жыл 1 қарашада Түркияның ұлы ұлттық мәжілісі елдегі монархиялық билікті жойды. Түрік жерінен гректерден бүтіндей қуылып шығылды. Соңғы түрік сұлтаны Мехмет IV тақтан түсіріледі және 1923 жыл 29 қазанда Түркия тәуелсіздігін алып, республика болып жарияланады. Республика болғаннан кейін, әрине, ол жерде парламенттік жүйе болады. Алғашқы президенті Мұстафа Кемал Ататүрік болады. Түркия Республикасы тәуелсіздігін Лозанна конференциясында Антанта елдері міндетті түрде мойындады және валюта лираны енгізді. Бірінші дүниежүзілік соғыста үштік одақ жағында болып жеңіліске ұшырайды және жеңген Антанта елдері Осман империясын отарлық айырумен қатар, сондай-ақ Түркия мемлекетінің тәуелсіздігінің сақталуына қауіп төндіреді. Түрік халқы ұлт азаттық қорғау жолындағы күреске көтерілді. Азаттық күресті Мұстафа Кемал Ататүрік басқарды. Ол кісі осы Түркия тарихындағы өте беделді адамдардың бірі болды. Реформатор дейміз ғой. Өзінің реформасын бастайды ол кісі. Лозанна конференциясында 1922-23 жылдар аралығында өтті. Бұл келісім арқылы Түркия кеңес одағымен одақтаса отырып, Мұстафа Кемал Грекия, Англия, халифат әскері, Франция мемлекетінің әскерлері елден шығарылды. Жалпы кеңес одағы арқылы Антанта елдеріне қарсы тұра білді. Себебі бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Англия, Франция, Италия мемлекетте Түркияның жою картасына туралы шешім қабылдайды. 20-30 жылдары Париж бітіп, Вашингтон және Ұлттар лигасы Локарно конференцияларына қатысты. Және 20-30 жылдары түрік кезеңі үшін маңызды әрекеттердің бірі болды. Мұстафа Кемал Ататүріктің сыртқы саясаты қандай болды? Кемал Ататүріктің сыртқы саясаты ең басты реформасы 6 жебе деп аталды. Бұл кейін басқаша атаумен кемализм деп те аталды. Сыртқы саясатта республикашылдық, елді демократияландыру, зайырлы мемлекет құру, яғни мектепті діннен бөлу, бірақ дінді мүлдем ұмытпау емес, мектепті діннен бөлу. Халықшылдық, қарапайым адамның мүдделеріне көңіл бөлу, ұлтшылдық, яғни ұлттық мақтаныш сезімін тәрбиелеу болашақ ұрпақтың, келер ұрпақтың алдында. Этатизм және реформашылдықты жазып аламыз. Жаңа терминдерді. Ұлттар лигасы 1919 жылы құрылған алғашқы ұйымдардың халықаралық ынтымақтастық, қауіпсіздік және әріптес мемлекеттер ел бірлігін нығайту, сақтау. Екінші дүниежүзілік соғыста Түркия 1990 жылы 1 қыркүйек айында бейтарапшылдықты жариялайды және 38 жылы Кемал Ататүрік қайтыс болған соң Түркияның президенті болып бізде екінші Исмет İnönü сайланады. Ел президенті көршілік мемлекеттік достастық ісіне араласпау ұранын көтереді және 1941-45 жылы Түркия елінен әскер беру саясатын ұстанған жоқ. Бұл кезде ел президенті елде полиция билігі, алдыңғы қатарлы күштерді қудалау әрекеттерін жүргізе бастайды. 45 жылы Германия мен Жапонияның жеңілгенін білген Түркия КСРО жағына шығып, ақш-ты әскери шарт келісіміне қол қояды. Екінші дүниежүзілік соғыста Түркия жеріндегі дағдарыс жүріп жатты. Ал 45 жылы Біріккен ұлттар ұйымына мүше, 1952 жылы НАТО-ға, 1955 жылы НАТО ұйымына мүше болады.
Әсіресе 1947 жылы Трумен доктринасы, яғни Греция мен Түркияға 400 миллион бөледі. Елде коммунизм, социализм саясат билігін құрту болды. 53 жылы Маршалл жоспарына арқа сүйейді және батыс елінен тек Франция мемлекетімен ғана жүргізді. Сондай-ақ осы Түркия мен Қазақстан арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнатады, білесіздер. Мысалы, Қазақстан тәуелсіздік алған кезде оны ең бірінші осы Түркия мемлекеті қолдаған болатын Қазақстанды. Қазіргі күннің өзінде екі мемлекет арасында жақсы дипломатиялық қарым-қатынас бар. Так, жақсы. Қосымша тапсырманы мен жүктеймін. Содан қарап орындайсыздар.